Мен Гүлмәш Зайкен, Шинжаң Уйғыр автономиялы районы, Іле-Қазақ облысы Тарғыт аймақ Қобға ауданынан келген. Жолдасым Серік Метей 1972 жылы 11 айдың 8-і дүниеге келген. 2018 жылы ақпан айының соңында бұрынғы жұмыс орнының қайта-қайта шақыртуымен Қытайға кеткен. Алғашқы 3 айында саяси үйрену атты лагерге кірген. Шыққаннан кейін де семьясымен хабарласпайды. Әлі не болып жатқанының, денсаулығының не болғанын да білмейміз. Үлкен балам Серікжан болады, 15 жаста, 9 сынып оқушысы, кіші балам Серікбек болады, 12 жаста, 5 сынып оқушысы. Бұлар да әкелерін сағынып, қатты мені мазалайды. Мен өзім жоғары қаңғысым ауруымен ауыратындықтан, жиі ауырып қалған кездерімде балаларымды да қарайтын адам жоқ. Қазір балаларымды да қарайтын адам жоқ. Денсаулығыма байланысты отбасымның жалғыз асыраушысы болған Серік Метейұлын тезірек отбасына оралуын талап етемін. Біз 2014-2015 жылдан бері қарай осы Астана қаласында тұрақты тұрып жатырмыз. Сондықтан Бірлескен Мемлекеттер ұйымынан, халықаралық адам құқықтарын қорғайтын құзырлы орындардан, Сыртқы істер министрлігінен, елбасымыздан адам құқықтарын қорғайтын барлық жоғары орындардан жолдасымның тезден отбасына оралуын, бізге семьялық жылылық беруін талап етеміз. Әрі арызымды осы жанұям толықтанғанша, яғни Серік Метейұлы үйге оралғанша тоқтатпай бере беруді ниет етіп отырмын. 2019 жылы 1 айдың 21-і. Let's continue our report about the human rights problems in China. This lady's name is Gulmash, last name is Zaiken, was born May 14, 1971. She is a citizen of Kazakhstan. And this lady said her husband's first name is Serik, last name is Meti, was born November 8th, 1972. He is a citizen of China. And Chinese ID card number is 6542261972110800815. Her husband was born in Kobaksary County, Tarbagatay region, Ile-Kazakh Autonomous Prefecture in China. Her family, including her husband and 2 children, 4 families of her migrated to Kazakhstan 2014. And she and her 2 children are citizens of Kazakhstan and living in Kazakhstan. In February 2018, her husband was arrested by Chinese police immediately when she went to China. He was released after 3 months imprisonment. Now her husband is in house arrest in China. All documents and passports are seized by Chinese police. Till now, his wife, this lady, can't contact with her husband. This lady said she has a poor health condition with the high blood pressure, and they have no economic income without her husband. It is very hard to live without
without her husband's support, she said. And their children, 2 children, miss their father. She hopes the President of Kazakhstan and the international human rights organizations and foreign ministers of Kazakhstan will help her husband release it and get his documents back and come back to his family.